Бізде тақырып мультимедиалық технологиялар. Жоспарына келетін болсақ, кіріспе түрлері, қолдану салалары, артықшылықтары мен кемшіліктері, қорытынды және де пайдаланылған әдебиеттер. Мультимедиа ол бізде әртүрлі ақпараттың түрлерін біріктіре отырып бір жүйеде қолдануға мүмкіндік беретін технология. Мультимедианың бізде түрлері: біріншісі мәтін, екіншісі графика, үшіншісі дыбыс және де бейне, анимация болып бесікке бөлінеді. Мультимедиа технологияларын қолдану салалары ол бізде біріншісі білім беру саласында, және де ақпараттық технология және де веб-дизайндарда, медиа және де ойын-сауықтарда, жарнама және де маркетинг салаларында кеңінен қолданылады, медицинада және де бизнес және де корпоративтік салаларда көптеп қолданылады. Артықшылықтары ол бізде көрнекілік ақпаратты мәтінмен қатар сурет, дыбыс, бейне арқылы беру түсінуді жеңілдетеді, қызығушылықты арттырады және де ақпаратты тиімді жеткізу, жеке оқыту мүмкіндігі пайда болады. Кемшіліктеріне тоқталып өтетін болсақ, ол бізде қымбат жабдықтар мен бағдарламалар, кейбір құрылғылар бізде бағасы жоғары болып келеді, көп уақыт пен біліктілік қажет етеді, техникалық ақаулар пайда болады, интернетке тәуелділік пайда болады, зейінді төмендетуі мүмкін, көптеген визуалды және дыбыстық элементтер зейінді нашарлатады. Қорытындылай келетін болсақ, біз мультимедиалық технологиялар бұл тек ақпарат жеткізуді емес, оны әсерлі әрі көрнекті түрде ұсынуды заманауи жолы болып табылады. Мәтін, бейне, дыбыс пен анимацияны біріктіре отырып, адамға ақпаратты жеңіл қабылдауға мүмкіндік береді. Қысқаша айтып өтетін болсақ, мультимедиа ол бізде білім мен технологияны тоғыстыратын көпір болып табылады. Келесі ол бізде қолданылған әдебиеттер.